8 наурызды тойлауға бола ма, 8 мартты тойлауға бола ма деген сұрақ. Ең бірінші 8 наурыз қайдан шыққан деген бұның тарихын зерттеп көретін болсаңыздар, 1857 жылы 8 март күні, жексенбі күні жеңіл жүрісті қыздар ақшасы төленбеген үшін көтеріліске шығады екен. Олардың ақшасы неге төленбеген десең, теңізде жұмыс істейтін жігіттердің зарплатасын бермей қойған екен. Сол жігіттердің зарплатасы төленсе, сол қыздарға да ақша төленеді екен. Сол жігіттердің ақшасын берсін деген мақсатта қыздар көтеріліске шығады екен. Сосын ол қыздардың арасына тігін цехында жұмыс істейтін қыздарды араластырып жібереді екен. Яғни тігін цехындағы зарплатаны көтерсін, жұмыс уақытын азайтсын деген мақсатпен жаңағы қыздарды араластырып жіберіп, бұл күнді официальный версиясында, яғни тігін цехында жұмыс істейтін қыздардың көтерілісі деп айтады екен. Бірақ шындығында бұл жерде жеңіл жүрісті қыздардың да жаңағы үлесі көп. Сондай мақсатпен басында көтеріліс болады екен. Уақыт өте келе осындай көтерілістер болып жатқан екен. Сосын бұл күн жаңағы 8 наурыз халықаралық әйелдер күні деп белгіленеді екен. Бұл жерде мынандай бір нәрсе бар. Мұсылмандар неге 8 наурызды тойлатпаған десеңіздер, бір кездерде мұсылман әйелдерге айтады екен: 8 наурыз сендердің мейрамдарың ғой, бүгін бір демалып рахаттансаңдаршы деп, еркіндікте болыңдар деп хиджабтарын шешкізіп, оны отқа өртеткізіп сөйтеді екен. Бұның бәрі жаңа тарихта бар. YouTube'дан немесе Google'дан бұның барлығын іздеп көрсеңіздер болады. Және де бұл жерде бизнестің де системасы бар екен. Яғни жігіттер әйелдерге көбірек ақшасын шашу үшін, сыйлықтар алу үшін, жалпы әлемнің экономикасын айналдыру үшін осындай бір стратегия ойлап тапқан екен. Яғни осы 8 март күні әлемде қаншама үлкен деген ақшалар айналады, өздеріңіз білесіздер. Енді жалпы бұл жерде ұстаздарымыз не деп жауап береді? Ұстаздарымыз айтады, бұл мұсылмандардың мейрамы емес, бірақ бұл харамға да жатпайды дейді. Яғни әйелдеріңізді, аналарыңызды, әпке қарындастарыңызды мейрамымен құттықтап, оларға сыйлық жасау, жақсы сөз айту, жақсы көретіндеріңізді айту, бұл жаман нәрсе емес дейді. Бірақ біздің әйелдеріміз ислам дінінде айтады, жылына бір рет қана құрметтелмеу керек дейді. Біздің әйелдеріміз әрбір күні мейрам болу керек дейді. Әрбір күнін құттықтап, сыйлық жасап, әйелдерімізге қамқор болып отырмыз керек дейді. Сол себепті де 8 наурызды ғана күтіп қалатын жағдайға жеткізбеңіздер әйелдеріңізді. Жақсы көретіндеріңізді айтып, сыйлықтарыңызды жасап отырыңыз деп ұстаздарымыз сөйтіп айтады. Бұл жерде тағы мынандай бір нәрсе бар. Өткен жылы және де осы жылы 8 наурыз Рамазан айына келіп жатыр. Өткен жылы біраз қыздарды көргенбіз, 8 наурызды тойлатамыз деп, клубқа барып, ішіп шегіп, жаңағы солай тойлатқан болатын. Бұл жалпы ислам дінінде олай өмір сүрудің өзі харам. Ал енді ол нәрселерді Рамазан айында жасау, ол өте үлкен күнәларға жатады. Сол себептен мейрамды тойлату керек екен деп, ондай төмен дәрежеге түсіп, Алланың қаһарына ұшырап қалмаңыздар дегім келеді. Жалпы енді осындай бір шындықты айта кетейін деген.